Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Кушенова Қымбат Елмековна, Абай атындағы жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Жаратылыстану сабағы 2-ші сынып. Сабақтың тақырыбы: өсімдіктің бөліктері қандай қызмет атқарады? Бүгінгі сабақта өсімдіктің негізгі бөліктерінің қызметін сипаттау, өсімдіктердің тіршілігіне қажетті жағдайларды зерттеу мақсаттарына жұмыс жасайтын боламыз. Сабағымыздың алдында өзімізге де, өзгелерге де жақсы көңіл күй сыйлау мақсатында мына өлең шумақтарын бірге қайталайық. Табиғат біздің анамыз, табиғатқа баламыз, сәлем бердік баршаға, біз әдепті баламыз. Армысың алтын күн, армысың көк аспан, армысың жер ана, армысың достарым. Алдымызда білемін, білдім, білгім келеді кестесі. Кестенің бірінші бөлігіне өсімдіктер туралы жалпы не білеміз, соны жазамыз. Екінші, білдім бөлігіне сабақ барысында қандай жаңа ақпарат білдіңдер өсімдіктер туралы, соны жазамыз. Және соңғы білгім келеді бөлігіне тағы өсімдіктер туралы не білгілерің келеді, соны жазамыз. Ендеше қазір кестенің алғашқы білемін бөлігін толтырайық. Жалпы өсімдіктер туралы не білеміз? Бастап жаза қойыңдар. Жарайсыңдар балалар, өсімдіктер туралы көп біледі екенсіңдер. Ендеше ойымызды жинақтап қорытындылайық. Өсімдік тірі ағза. Ол өседі, тыныс алады, қоректенеді, көбейеді және тіршілігін тоқтатады. Енді ұлттық асық ойынын ойнайық. Ол үшін мына қоржыннан асық таңдап аламыз. Асықтар нөмірленген. Нөмірлеріне сәйкес сұрақтары бар. Бірінші нөмірлі асықтың сұрағы кластер деген не? Екінші нөмірлі сұрақ ылғал сүйгіш өсімдіктерге мысал келтір. Үшінші асық сұрағы өсімдіктің өсуіне қажетті жағдайларды ата. Төртінші нөмірлі асықтың сұрағы құрғақшылыққа төзімді өсімдіктерге мысал келтір. Және бесінші нөмірлі асықтың сұрағы тіршілік ортасы деген не? Жарайсыңдар балалар. Өсімдіктер туралы алдыңғы сабақтарда өтілген материалды естеріңде жақсы сақтапсыңдар. Ал білімімізді әрі қарай толықтыру үшін алдымыздағы карточкаға назар аударайық. Суретте өсімдік берілген. Суреттегі өсімдіктің мүшелерін белгілеп жазып шығыңдар. Жазып болсақ, оқулықтағы Қуаныш тапсырманы қалай орындапты екен, соған назар салып, өзіміздің жазғанымызбен тексеріп шығайық. Иә, балалар, Қуаныш сәл шатысып кетіпті. Өсімдіктің ең төменгі топыраққа бекитін бөлігі тамыр, одан кейін сабақ, одан кейін жапырақ, одан кейін барып гүл. Мүшелері осындай реттілікпен орналасады екен. Өсімдік қай жерде өссе де, ол күрделі тірі ағза. Өсімдіктер әртүрлі болады, бірақ олардың мүшелері бірдей. Олар тамыр, сабақ, жапырақ, гүл, жеміс және тұқым. Өсімдіктің әр мүшесінің атқаратын қызметі бар. Соның арқасында өседі, қоректенеді, тыныс алады. Өсімдік мүшелерінің негізгі қызметін зерделе. Тамыр тірек қызметін атқарады.
өсімдікті топыраққа бекітеді, топырақтан су мен қоректік заттарды сіңіреді. Сабақ тірек қызметін атқарады. Су мен пайдалы заттарды өсімдіктің басқа мүшелеріне жеткізеді. Жеміс дәндерді бүлінуден қорғайды. Гүл жемістер мен дәндерді қалыптастыру үшін қажет. Жапырақ оның көмегімен өсімдік қоректенеді, тыныс алады және күн жарығын сіңіреді. Өсімдік мүшелерінің негізгі қызметі туралы бейнежазбадан мұқият тыңдадық. Енді дәптерімізді ашып, мына сөйлемдерді толықтырайық. Ағаштың сабағы қандай қызмет атқарады? Ағашқа тамыр не үшін керек? Қоректік заттар өсімдіктің басқа мүшелеріне қай мүше арқылы жетеді? Дәптерімізге сөйлемдерді толықтырып жазамыз. Сен білесің бе? Жантақ Қазақстанның далалы және шөлді аймақтарында өседі. Өсімдіктің биіктігі 30-дан 100 сантиметрге дейін болады. Тамыры 20 метрге дейін жетеді. Адам мәдени өсімдіктердің өсуі мен дамуы үшін оларды күтіп баптайды. Өсімдіктерді уақытылы суғарып, шаңын сүрту маңызды. Топырағын қопсытып, тыңайтқыштармен тыңайту қажет. Бұл кактус өсімдігі. Бөлмеде өсетін кактусты бәріміз де білеміз, иә? Кейбіріміздің үйімізде бар. Тіпті біздің сыныпта да бар. Енді оқулықтан кактус туралы берілген мәтінді оқып шығайық. Өте жақсы. Оқып болсақ, мәтін соңындағы сұрақтарына жауап беріп көрейік. Суреттен кактустың жапырақтарын, сабағы мен тамырын тап дейді. Кәне, көріп тұрмыз ба? Өте жақсы. Кактустың әрбір мүшесінің маңызын атап өт дейді. Кактус балалар негізінен ыстық, шөлді аймақтарда өседі. Өсімдік сол ортаға жақсы бейімделген. Суретке қарап отырып, тіршілік ортасы өсімдіктің сыртқы түріне қалай әсер еткен деген сұраққа жауап беріп көрейікші балалар. Суреттен өзіміз көріп тұрғандай, кактустың тамыры өте ұзын. Себебі шөлді жерлерде ылғал топырақтың ең терең жерінде орналасқан. Сондықтан да кактустың тамыры өте ұзын екен балалар. Балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, бекіту мақсатында бірнеше сұрақтарға жауап берейік. Жапырақ қандай қызмет атқарады? Өсімдіктің қай бөлігін жер асты бөлігі деп атайды? Мәдени өсімдіктерді өсіру кезінде топырақты күту неліктен маңызды? Енді кері байланыс жасау мақсатында біз тағы да ББ кестемізге оралайық. Кестенің білдім бөлігіне бүгінгі сабақ барысында өсімдіктер туралы қандай жаңа ақпарат білдің? Соны жазып шығайық. Енді білгім келеді бөлігіне келейік. Алдағы уақытта тағы да өсімдіктер туралы не білгілерің келеді? Не қызықтырады? Әрқайсың бір сөйлемнен жазып шығыңдар. Енді осы жазғандарыңды қосымша үйде ізденіп, біліп келесіңдер. Және оны келесі сабақта міндетті түрде
ортаға салып бір-бірімізбен бөлісетін боламыз. Жарайсыңдар балалар, өсімдіктер туралы көп біледі екенсіңдер. Ендеше ойымызды жинақтап қорытындылайық. Өсімдік тірі ағза. Ол өседі, тыныс алады, қоректенеді, көбейеді және тіршілігін тоқтатады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.